Көлікпен жиі жүретін адамдар алдыңғы терезенің шеттері осындай қара нүктелермен оюланғанын байқаған болар. Бірақ ескі көліктерде мұндай ерекшеліктер жоқ. Шындап та, бұл қара дақтар не үшін қажет? Бастамас бұрын каналымызға жазылып лайк басамыз. Жаңа видеомызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бір қарағанда үлкен маңызға ие емес сияқты болып көрінген бұл заттың атқаратын пайдасы бірнешеу. Ғылыми тұрғыда бұл нүктені фрит деп атайды. Мұның құрамына керамика кіретін арнайы қатырылған бояу. Нүктеден тұратын өрнек әйнектің шетіне жағады. Кейін жылу камерасында пісіріледі. Бұл керамикалық бояудың ең басты жұмысы әйнек жабыстырылған тығыздатқышты ультракүлгін сәуледен қорғау. Күн сәулесі тығыздатқыш желімнің құрамындағы полиуретанға кері әсер етеді. Сонымен қатар керамикалық бояудың беті кедір-бұдыр болады. Ал мұндай бетке тығыздатқыш қатты жабысады. Фриттер сонымен бірге сәндік функциясын атқарады. Оның ашық емес бөлігі тығыздатқыш жағылған бөлігін жауып тұрады. Көлік әйнегіндегі қара нүктелер не үшін қажет екенін білдіңіз. Бұл ақпарат сізге пайдалы және қызықты болса, достарыңызбен бөлісіңіз.